Армысыздар, тыңдарман қауым. Бұл 1937-38 жылдардағы Қарағанды қаласында болған жағдай еді. 3 жасар Әнуарбектің басынан өткен тағдыр сыйы ма, әлде соры ма? Әкесі Әлімжанды Магаданға бір белгісіз себептерменен айдатқан. Ағасы Жұмағұлды осы балаға аманат қып қалдырып кете барды. Кішкентай 3 жастағы Әнуарбек ағасы Жұмағұлдың қасында, еш нәрседен хабары жоқ сәби, анадан айырылған әке кетті. Соныменен не болды дейсіз? Жылдар өтіп, 1941 жылы елді жаппай жаугершіліктің қиын кезеңі басқа зобылаң туғанда Әнуарбекке екінші соққы келіп қосылды. Ағасы Жұмағұлды соғысқа алды. Не үй жоқ, не күй жоқ. Әкеден болса хабар жоқ, басында баспана жоқ. Шырылдап титтай бала жаутаңдап көрінгеннің босағасында қала берді. Біреудің қозысын айдап, біреудің күлін шығарып дегенде әйтеуір бала күнін көріп жүрді. Күн деген қақаған қара суық, сол жылғы суықта не ішетін ас жоқ, үстінде киерге киім жоқ. Кім жылы-қабақ танытса, соның босағасында жүрген кішкентай Әнуарбек екі аяғынан суық ұстап мешел болып отырып қалды. Бір күндердің күнінде біздің қазақта бір жақсы сөз бар: өлмегенге өлі балық кездеседі деген. Әкесінің Сайлаубек деген ағайыны көрші ауылдан келіп, қасында әжесі Әнуарбек жатқан үйге өз жұмысымен келеді. Сол кезде кейуана босағада жаудырап жатқан жұпыны аш-жалаңаш тірі аруақтай болып жатқан бейбақ балаға көзі түседі. Жайлап, бағдарлап қарайды. Бала ол үйдің баласы емес екені анық. Сол кезде барып Әлімжаннан қалған жалғыз тұяқ Әнуарбек екеніне көзі жеткен ана баласына: мынау Әлімжанның баласы ғой, қандай күйге түскен жазған бала, өзіңмен бірге алып жүр дейді. Сонымен баланы алып кетеді. Алланың шексіз рахымының арқасы ма, болмаса кейуананың мейірімінің арқасы ма, бәрі де тағдырдың ісі. Сол үйге барып, сол кісілердің аялы алақанының арқасында жетіліп, аяғынан тік тұрып, өзі құралпы балдарменен тең ойнап жүріп кетеді бала. Бұған да тәуба. Осылай жүргенде күндер өтіп жатыр. Соғыстың уақытысы, кімге кім не жақсылық жасағандай. Бірақ әйтеуір барын бөліп беріп, ел ішінде күн көріп жүрді жетім бала. 46 жылы ағасы Жұмағұл аяғынан жараланып қайтады. Келеді, баяғы Магаданға айдалып кеткен ағадан әлі хабар жоқ екен. Ешкім ешнәрсе білмейді. Балаға ол туралы ешкім ешнәрсе айтпайды. Содан ағадан қалған жалғыз баланың тірі екеніне көзі жетіп көріп, көңілі қуанып, енді ағасына хат жолдайды. 3 хат Магаданға кетті. Әлімжан өз міндетін, қызметін атқарып болып, сол жерде жүріп, бостандыққа шыққаннан соң ойлаған екен: менің інім Жұмағұл соғысқа кетті. Ал ол енді бір хабар ала алған жоқпын, еш хабар жоқ, ошар жоқ, өліп қалған болар. Тірі болса бір хабар болар еді. Ал енді балам болса, небәрі 3 жасында қалды менен. Ол мынандай суық пен мынандай ашаршылыққа қайдан төссін, бұдан да айырылған болармын деген өзіндегі қорқынышты үрейді оялдырып алады өзіне. Сөйтеді да елге қайтқысы келмейді. Кімге барам, кімді іздеймін барғанда. Соныменен сол жерде бір орыс әйелменен бас қосып, 2 балалы болып жұмыс істеп жүргенде 3 хат қолына тиеді. Сол хатты алып, әйеліне қуана келіп, жағдайды түсіндіріп айтады. Бірақ апамыз қайтқысы келмейді. Жоқ, мен бара алмаймын. Онда бармасаң қаласың дейді да, өзіне тиісті киім кешегін жинап алады да, Қарағандыға қарай Әлімжан тартып отырады. Келеді, ел қуана қарсы алып, жиналып, дастархан жайып, бәрі ел мәре-сәре. Ал Әнуарбек үшін бір дәу қара адам. Ел неге қуанып жатыр, кім келіп жатыр, оның онда шаруасы болмайды. Содан жиналған ағайын Әнуарбекті шақырып: сен екеуің бері келші дейді. Әнуарбектің қасында өзі құралпы бала. Екеуін қатар тұрғызып қойып: сен өзі Әлімжан балаңды танисың ба? Сен кеткенде бұл бала 3 жаста еді дейді. Сол кезде Әлімжан: менің балам мынау деп Әнуарбекті көрсетеді.
Әнуарбек қорқып кетіп далаға қарай қаша жөнеледі. Сол Әнуарбек кешке дейін жүреді. Кешке Жұмағұл ағасы жұмыстан қайтып келіп, ағасын көріп, ағасы інісін көріп, құшақтасып, дауыс салып жылап, тірісің ба, келдің ба деп сол жерде табысады. Соны көрген Әнуарбек өз әкесі екеніне енді сене бастайды. Соныменен арада жылдар өтіп, 3 азамат бірігіп үй болып күнін көріп жатады. Ер жетіп Әнуарбек өзі де отау құрып үй болып, өмірге перзент келеді. Өмір деген осылай жалғасып жатыр. Ол әкенің айтқан бір үзік сыры еді. Кезінде көрген адам осы Әнуарбекті көрсетіп, бұл адам болар деймісің деп немқұрайды қарағанын сәбидің жүрегінде қалып қойған болатын. Өйткені оның жүрген жүрісі, ана жатқан жатысы қандай да бір болғанда ешкім одан келешекте адам болып қатарға қосылады деген үмітінің болмағаны сәбидің жүрегінде мәңгі қалып қойған еді. Сол уақыт өтіп, үйлі жайлы болып балалар, әрқайсысы бір отан болып, немере көріп, міне жасы 70 алқымдағанда сүйікті жары Қалиманы о дүниеге аттандырып енді жалғыз қалды. Жас болса келді, жүректе жүрген бір сыздауықтай сыздататын сол кездегі қасіретті күндер. Бір күні Серік баласына бір үзік сыр айтқысы келіп, өзінің басынан өткен осы тағдырды жаймен айтып баласына: міне, мен мына күнге жеткенім, сендердің осы халге дейін сендерді жеткізіп, осы қызықтарыңды көргенім Алланың берген маған үлкен сыйы деп әке әңгімесін тоқтатты. Қарағанды қаласы, Қаралтынның қамбасы, қара бала аш құрсақ, Әлімжанның баласы. Магадан кеткен әкеден өлі тірі хабар жоқ, анадан қалған жетім боп паналайтын жері жоқ. Бір туған бауыр әкемен Жұмағұл қамқор боп жүрген, соғысқа кетіп олдағы, қараусыз қалды бұл тағы. Жамағайын жарылқап, жарты басын бере ме, бүрге битке тоналған Әнуарбек еді бұл пенде. Қақарлы қыс, қарлы күн, бір жұтым тамақ берер кім? Кім тыңдасын мұң-зарын, жетім қалған сорлының. Қармап суық қыстаған, екі аяқтан ұстаған, жүре алмай жаутаңдап өлер кезге тақаған. Өлмегенге кезігер өлі балық деген бар, көрші ауылда тұратын немере туыс сайлаудың әжесі бірге келгенді. Жаутаңдаған баланы көзі түсіп көргенді, Әлімжанның баласы қандай күйге кезіккен, алып жүр балам өзіңмен. Көз көргеннің көмегі аяққа тұрып кетеді, жылдар өтіп арада Жұмағұл аман келеді. Магаданға айдалған ағадан хабар жоқ еді, көріп бауыр баласын іздеді енді ағасын. Хабар салып хат жазды, тірі болсаң өмірде, балаң тірі мен келдім, қайтқын аға еліңе. Зеңбіректер зіркілдеп, басылды бір күн күркілдеп, етек жеңін ел жиып, тойынды қарын біртіндеп. Қарағанды қаласы, кіндік қаны тамған жер, қара кесек ұруы қызыл құрттан тараған. Мәре-сәре ағайын бір дәу қара келгенге, түсіпбектен туылған Әлімжан еді бұл адам. Сен екеуің келе ғой, қатарласып тұра ғой. Танисың ба балаңды, 3 жасында қалғанды. Көрсетті мені балам деп, қашып кеттім далаға, өмірімде көрмеген жоламаймын қараға. Жұмыстан келіп Жұмағұл бауырлар жылап көрісті, өтіп кетті зар заман, бейбітшілік орнаған. Жиылып бәрі үй болды, көңілі енді жай болды. Әке аға қасында, бақыт қонды басына. Көкшетаудың көркемі, Рақымжан қызы Қалима, арғыннан шыққан Атығай руының еркесі. Қара торы бозбала,
қолын созды аруға, төмен қарап күлгені келісімін бергені. Адам болар деймісің деген жетім жетілді, отау құрып үй болды, Әнуарбек әке атанды. 3 қыз келіп өмірге көмекші болды шешеге, ең кенжесі Серігі медет болды көңілге. Шүкір деді бұл күнге, ел қатарлы жүргенге, 4 баланы оқытып қоста келіп қатарға. Қиындық көрген бірмен бе, ұмытылар бұл күнде, аштан қатып қалмады, ажалдың оғы алмады. Әке отын өшірмей, өмірді әрі жалғады, отау құрып балалар ата-ананы сыйлады. Сүйеніш болған Серігі Алланың жолын таңдады, еліне тиіп пайдасы көмегін беріп жатады. Ата-жиені қаумалап немерелер жүргенді, Серігінен қос бұзық, қыздардан шүкір баршылық. Тәуба етті тағдырға, бір қауым ел болғанға. Келін бала Рима Серігінің жанжары. Сырқатпен келген жандарға бірігіп ем-дом жасайды, алғысын алып елінің немерелерге де қарайды.